Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында ең қатты қызмет қылған кісілердің бірі Анас ибн Малик радиаллаху анху. Қарасаңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп айтады бір күн Анас ибн Маликке: сен солай дейді, адамдарға кек сақтамай, жүрегіңде адамдарға кек сақтамай кеш батыр дейді. Адамдарға кек сақтамай таң атыр дейді. Былайша айтқанда, кешке азанда да еш уақытта адамдарға кек сақтама, жүрегіңде кек болса алып таста дейді да. Артынан қараңыз, мына сөзді айтады: бұл менің ең үлкен сүннетім дейді. Не түсініңіз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қай уақытта қандай нәрсені істеген болса да, қандай нәрсе істеген болса да, бұл менің сүннетім деуі мүмкін да. Немесе кейінгілер де бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті, пайғамбар саллаллаху осылай істеген, бұл сүннеті деп айтылуы мүмкін. Бірақ осы бір жерде айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: менің сүннетім деп айтқан емес, менің не дейді? Бұл менің ең үлкен сүннетім деген сөз. Түсініп тұрсыз ба не екен? Қандай сүннет бар, соның ішіндегі үлкені осы деген сөз ғой. Басқа бұған тең келетін сүннет жоқ. Біз жалпы сүннеттерді мынау төмен екен, мынау жоғары екен деп біз оны талқыламаймыз. Біздің кәлләміз жетпейді ол нәрсеге. Біздің ақымыз жоқ, мына сүннеттен мынау сүннет артық, мынау кем екен деп есептеу бізге ол жарасатын нәрсе емес. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің айтып жатқанын қараңыз. Басқа жерлерде менің сүннетім деп сөйлейтін болса, именно осы жерде не дейді? Менің ең үлкен сүннетім деген нәрсе бар ғой. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның істеген. Бұл былайша айтқан кезде не дейді? Екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес деген сөз ғой, жігіттер. Не дейді? Кек сақтамай кеш батыр, кек сақтамай таң атыр дейді. Бұдан үлкен амал жоқ та, жігіттер. Білесіздер ғой, тарихта айтады ғой, пайғамбар саллаллаху айтады ғой: жәннаттық адам көргілерің келе ме дейді. Әлбетте көргіміз келеді. Бірінші күні, екінші күні, үшінші күнде анау дәрет алған, үстіне су аққан, сандалын сол қолына ұстаған адам кіреді. Біреуі барып оның үйіне жатады. Ешқандай жәннаттық болатындай бір амалы жоқ. 3 күннен кейін анау айтады: мен сенен жәннаттық амал көрмедім, бірақ пайғамбар саллаллаху осындай істеді деген кезінде не дейді? Мен бір артық асып баратқан еш нәрсем жоқ. Бірақ мен күніге жатарда, я Алла, мені ренжіткен адамдарды өзіңнің разылығың үшін кешірдім. Қарасаңызшы, ал не дейді? Қияметте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: қияметте бір адамдардың күнәлары кешіріледі дейді. Сонда ол адамдар өздері таң қалып, бұл ненің құрметі деген кезінде не дейді? Сен мынау дүниеде адамдарға кешірімшіл едің. Бүгін Алла Тағала, Алла сенен де мейірімді. Бүгін Алла Тағала сені кешіреді күнәларың. Өзі бізге не керек өзі ағайындар? Жәннат па, жоқ, осы дүние мына 5 күндік жалғанда абыроймен өмір сүрсең болды, ар жағын бір тиын ба? Жоқ. Кейбір кезде жәннат үшін, ақыретің үшін кейбір нәрселерге сабыр ету керек болады. Байқаңыз, қараңыз, сіз айтасыз: болды, мен кешірімшіл боламын дейсіз ғой, болды. Сіз осылай кешірімшіл болып өмірден өтіп кетпейсіз. Алла Тағала сізге біреуді жібереді. Сынақ үшін келеді сізге, "Өй" деп ауыр сөздер айтады. Сізді сынап жатыр да. Сіз сол кезде сөйлемей тұрып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзін еске алыңыз. Алла Тағала қияметте кешірімшіл адамдардың күнәсін кешіріп жібереді.